сайын. Дәл қазір мен больницаға барып келе жатырмын. Онда делегашеге смарт-поинтқа бір кездесуге шақырған болатын. Соған осылай киініп алып шығып бара жатырмын. Жігіттер, бүгін осында кездесу болды. Қалай жүрсіз? Как всегда мен бірінші кешігіп бардым. Бірақ үлгердім толыққанды, бірақ все равно кешігіп бардым. Смарт-поинттан шықтым. Енді үйге қайту керек. Наштан. Алматыда ауа райы ондай қатты салқын емес. Немесе біз уже қыстың келгенін сезініп, салқын температураға үйреніп қалдық. Екеуінің бірі. Инстаграмға арнап видео түсіру керек, соны түсірейін бе? Әлде киімді ауыстырып тамақтанайын ба? Әрине бірінші тамақтану керек, бірақ шаршаң қылып тұрған сияқтымын, көзімді қараңыздар. Мына менің бүгінгі кер болған жерімдегі осындай қағаз. Конечно, уже өшіп кетті. Кешігіп бардым еще мен. Әдеттегідей мен кешігіп бардым. Енді уәде берім, ешқандай жерге кешікпей барамын, өз уақытында барамын деп. Әйтпесе болмайды, қазақшылыққа салынай беріп, өзіміз кешігу қазақтың несі ғой деген сияқты тема қою керек, ондай тема негізі. Сондықтан басқалардан емес, өзімнен бастап өзім кешікпей баратын боламын. Пунктуальный болатын боламын. Бірақ кешіккенде ондай қатты көп нәрсе жоғалтқан жоқпын. Тура өзімді сөйлейтін уақытымда бардым. Керемет өтті кеш. Түркістан телеарнасы бір ұсыныс жасады. Бірақ мен ұсынысты онша ұнатқан жоқпын, қабылдағым келмей тұр. Көреміз, болашақта не болатын. Маралдың әзірлеген жаппасы. Қазір тамақтанатын боламыз. Ура. Қарным ашты. Қосылып тұр ма? Флагер. Бұйырса 45 күнде біз өзіміздің 1000 тортымызды Алматы қаласы бойынша сататын боламыз. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Енді 1000 торт дегеніміз бір күнде 23 торт, 25-23 торт сатуымыз керек екен. Бүгін 15 қараша, е? Бүгін 15 қараша. Бұл күн біз үшін тарих күн. Біздің әрбір сәтіміз тарих, әрбір кезіміз тарих. Басқа біздің шығатын ешқандай жолымыз болмады. Толығырақ айта кетейін, біз өзімізге Инстаграмда бар. Біздің оқырмандарымыз білетін шығар. Енді Инстаграмға жазылмағандар көпшілік біле бермейді деп ойлаймын. Біз өзімізге өсіп тастадық. 45 күнде 1000 торт сатамыз деп. Негізі Инстаграмда болсын, Ютубта болсын, барлығы әдемі көрінгенмен шын мәнінде бізде өте көп қиындықтар бар. Осы жыл біз үшін өте сондай бір қиын, ауыр жылдардың бірі болды. Өйткені қарыздарымыз да осы жылы көбейіп кетті. Жұмыстарымызда алға басқан жоқ. Ойлаған, жасаған жаңа жобалардың барлығы сәтсіз болды биыл. Әрине оған қазір отырып алып, өкінудің ешқандай қажеті жоқ, бірақ сол қиындықтарға тірелдік, сол қиындықтардан шығудың жолы отбасымызбен осылай шешім шығардық. Яғни 45 күннің ішінде 1000 тортты жасап шығарамыз. Яғни біздің проблемамыздың дәл қазір шешілуі 1000 тортқа тіреліп тұр. Сондықтан сіздер Алматы қаласында болсаңыздар,
бізге тортқа тапсырыс бере аласыздар. Яғни сіз өзіңіз болмасаңыз да, сіздің туысқаныңыз немесе таныстарыңыз болса да, бізге тортқа тапсырыс бере алсаңыздар болады. Яғни сіздердің қуаныштарыңызға біз торт жасаймыз. Оны Субергенчиктің өзі жасайды, ал мен доставка жасаймын. Және тағы бір айтатынымыз, бізді 45 күн бойы бақылаңыздар. Яғни бұл біздің алға қойған 45 күнде қойған мақсатымыз. Яғни осы мақсатқа біз қалай жетеміз, қандай қиындықтар болады, қандай әртүрлі жағдайлар болады, барлығын осы YouTube-та, Instagram-да біз ешқандай бүкпесіз айтып отырамыз. Сондықтан сіздер бақылап отырыңыздар, қалай 45 күнде 1000 торт сатады екен деп қарап отырыңыздар. Және бұл сіздер жақтан жақсы өте көмек болады. Және әрбір 100-ші тапсырыс берген кісіге, мысалы әрбір күнде есеп беріп отырамыз. Кім ең 100-ші болып тапсырыс берді, сол адамға біздің сыйлықтарымыз бар. Одан кейін, мысалы сіздердің бір қандай да бір таныстарыңыз немесе біреуге осы айтқаннан торт заказ бергіңіз келсе, оны айтсаңыздар, сосын сол айтқан нәрсеңіз бізге WhatsApp-қа скринмен жіберсеңіздер, біз сізге өзіміздің шағын пирожныйымызды сыйлаймыз. Яғни сіздер тараптан не шақты бөліссеңіздер, біз сіздерге пирожный береміз, тегін және жеткізіп береміз. Біз осы қиындықтардың бәрінен иншалла шығамыз. Біраз жобалар бастап көрдік, біразы сәтсіз болды. Енді ашық түрде жария етіп салып жатқан жобамыз осы болды. Сондықтан сіздер бізді қолдайды деген ойдамыз. Сіздердің қолдауларыңызға сенеміз. Ал жақсы, сәттілік сіздерге де. 45 күн бойы бізді қолдап, пікір жазып, видеоларымызды бөлісіп отырсаңыздар, әрине біз үшін үлкен көмек болар еді. Баршаңызға қайырлы кеш, күндеріңіз сәтті өтсін. Сәтті өтсін. Рахмет.